Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерғали Еламан, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа тақырып, осы біз алдыңғы сабақта санның сандар түрін өткен болатынбыз, ал енді бүгінгі сабақта біз осы сандар түрде берілген сандарды қосу және азайтуды үйренетін боламыз. Жер мен күннің арақашықтығы бізде мына санға тең. Біз бұны алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз. Ал енді осыны сандар түрде жазу үшін біз оны бүтін бөлімнен айырамыз. Біз оны 1,5 көбейту 10-8 дәрежесі километр жасап болады. Ал Алматы мен Тараз қаласының арақашықтығы бізде 500 км. 5 километрді біз 5 көбейтілген 10-2 дәрежесі немесе квадраты километр жасап болады. Ал енді біздің сабағымыздың тақырыбы бойынша қосу және азайту. Яғни егер де біз мына жер мен күннің арақашықтығына Алматы мен Тараздың арақашықтығын қоссақ немесе азайтсақ, біз бұл өрнектен ешқандай да маңызды дерек алмаймыз. Жазып көрейік. 1,5 көбейту 10-8 дәрежесі қосылған 5 көбейту 10-2 дәрежесі. Және де астына азайтып 1,5 8 азайту 5 көбейту 10-2 дәрежесі. Ал енді бұл өрнекті есептейтін болсақ, бізде жуық мәнмен мынандай жуықтау белгісін қояйық. Қайтадан сол 1,5 көбейту 10-8 дәрежесі шығады. Мына жақта да жуықтап алған кезде 1,5 көбейту 10-8 дәрежесі деген сан шығады. Байқап тұрғандарыңыздай 5 көбейту 10-2 дәрежесі дегеніміз ол мына санның мәнді бөлігіне әсер ете алмайды. Сол себепті де біз жаңа бастапқы санды қайтадан алдық. Яғни Алматы мен Тараз арақашықтығы жер мен күн арақашықтығынан өте кішкентай. Яғни осыдан бізде шығатын ереже бір-бірінің мәнді бөліктеріне ғана әсер ете алатын сандарды ғана қосуға немесе азайтуға болады. Ал енді осы айтқан ережеге байланысты бірнеше мысал қарастырып жүрейік. Ең алдымен 3,121 көбейту 10-7 дәрежесі қосылған 8,17 көбейту 10-7 дәрежесі. Байқап тұрғандарымызда екеуінің де дәреже көрсеткіштері бірдей, яғни 10-7 дәрежесі. Ол екеуіне де ортақ болсаң, біз оны ортақ көбейткіш қып, жақсының сыртына шығарсақ болады, ал қалған екі қосындыны қоса саламыз. 3,120-ға қосылған 8,17. Бізге бұл 11,194 береді. Ал енді біз оны сандар түрде жазамыз ғой. Сандар түрде жазу үшін бізде үтірдің алдында тек бір-ақ сан болу керек. Яғни біз үтірді бір сол жаққа жылжытамыз, және де дәрежеге бірді қосамыз. Ал енді келесітерін қарастырып жүрейік. 3,121 көбейту 10-8 дәрежесі минус 8,17 көбейту 10-7 дәрежесі. Байқап тұрғандарыңызда мына жақта 8 дәрежесі, мына жақта 7 дәреже. Бұл жерде не істейміз? Мына 8 дәреженің бір 10-ын мынаны көбейтеміз. Сол кезде бізде 32,1 шығады. Енді бұны біз 10-7 дәрежесі көбейтіп жазсақ, 8,17 көбейту 10-7 дәрежесі. Ал енді бізде қайтадан 10-7 дәрежесі екеуіне ортақ болды. Біз оны қайтадан ортақ көбейткіш ретінде жазамыз. 7 дәрежесі. Жақшыда мына екеуін азайтамыз. Ортасына не тұр? 32,1 азайту 8,17. Бұны есептесек 32-ден 8-ден 24, 24-те 1, 24-те 1-ден 0,07 десем 23,14. 23,14 көбейтілген 10-7 дәрежесі. Қайтадан саны түрге келтіру үшін біз 2,134 көбейту 10-8 дәрежесі жазамыз. Үшінші мысал 2,13 көбейту 10-5 дәрежесі қосылған 9,125. Тұрысына дәрежемен. Қайтадан 10-5 дәрежесін шығарып жүреміз. Жақсыртына одан кейін 2,13 қосы 9,25. 2,13-ге 9,125 қоссақ, бізде 11,155 шығады. 10-5 дәрежесі. Сандар түрге келтіру үшін, опять же, 1,155 деп жазамыз. Бірақ біз мына жақтан 10-ды шығарып жібердік. Ол 10 деген 10-ның бірінші дәрежесі ғой. 10-ның бірінші дәрежесі мен 10-ның минус 5 дәрежесі көбейтіледі. Көбейтілген кезде 1 минус 5, яғни бізде 10-ның минус 4 дәрежесі қалады. Яғни осылайша біз тек қана бір-бірінің мәнді бөлігіне ғана әсер ете алатын сандарды қосып немесе азайта аламыз. Келесі осы санның сан түріне амалдар қолданумен байланысты бізде абсолют және салыстырма қателіктер деген ұғымдар бар. Соған тоқтала кетсек, жалпы өте үлкен немесе өте кішкентай сандарды стандарт түрге келтірген кезде біз үтірден соң бірнеше сандар ғана қалдырып оны дөңгелектейміз.
Жалпы мысалға 2025 жылғы санақ бойынша Ақмола облысының жалпы ауданы 146.219 км квадратқа тең. Ал енді осының стандарттары бізде 1,46 көбейтілген оның 5 тірісі км квадрат. Жалпы өлшеу жұмыстары кезінде бізде қателік орын алуы мүмкін, және оның абсолют шамасы оған тең. Ең алдымен біз жаңағы ең оның нақты мәнін 146.219-ды А деп белгілейік. Ал стандарт түрін А үстінде сызықшамен белгілейік. 1,46 ал енді осы азайтсақ, бізде 219 км квадрат деген сан шығады. Осы бізде абсолют шамаға тең қателіктің. Яғни формула бойынша модуль ішінде А минус А штрих. Өздеріңіз білетіндеріңіздей, модульден ешқашанда теріс сан шықпайды. Бұл сан өлшем нүктесінен шыққанмен нақты санның айырмашылығын білдіреді, және де оның жуық мәнінің абсолют қателігі деп аталады. Яғни анықтама бойынша жуық мәнінің абсолют қателігі деп дәл мен жуық санның айырмасының абсолют шамасын, яғни модулін атайды. Формула бойынша мынау қандай өзет деген санмен белгілесек болады. Яғни нақты мәннен біз жуық мән азайтамыз, сол кезде бізде абсолют қателігіміз шығады. Қарастырған мысалымызда 219 бізге өте үлкен сан болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде, егер біз оны жуық мәнмен салыстыратын болсақ, 219 санының үлесі өте кішкентай. Шынында да оны тексеру үшін біз абсолюттік қателікті оның жуық мәнінің модуліне бөлеміз. Яғни А минус А штрих модулі бөлінген А штрих модулі. Яғни 219 біз 1,46 көзден оның 5 тіресіне бөлеміз. 0,10,015 деген сан шықты. Және де бұл сан жуық мәннің, яғни мына мәннің салыстырмалы қателігі болып саналады. 0,10,015 деген сан есептеу нәтижесінен шыққан санмен салыстырғанда қателіктің қанша үлкен екенін білдіреді. Егер де біз осы салыстырмалы қателікті 100-ге көбейтетін болсақ, онда біз осы абсолют қателіктің жуық мәнге шаққандағы проценттік үлесін аламыз. Яғни біз 0,10,015-ті 100-ге көбейтсек, бізде 0,15% шығады. Қарап отырғандарыңыздай, бұл өте кішкентай. Сонымен анықтама бойынша абсолют қателіктің жуық мән модуліне қатынасы бізге жуық мәннің салыстырмалы қателігін береді. Ал енді осы абсолют және салыстырмалы қателік бойынша бір мысал қарастырып көрейік. Жер шарының диаметрі бізде 12.756.000 метрге тең. Ал енді біз оны стандарт түрде жазып көрейік. Стандарт түрде жазатын болсақ, бізде 1,13 көбейту 10-ның 7 шығады. Яғни бұны біз жазу үшін ең алдымен 1-ді қоямыз. 1-ден кейін қанша сан екенін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 сан, яғни біз оның 7 дәрежесін дәреже ретінде қоямыз. Ал 4-ден кейін бізде 275 деген сандар ол. 275 деген ол енді жуықтап алған кезде 3-те сызсақ болады. Неге? Себебі 2-ден кейін бізде 7 тұр. Ал егер де мына 2-ден кейін тұрған сан 5-тен үлкен болса, біз мына 2-ден кейінгі сан қоя саламыз. 1,3. Ал енді біз оның абсолют қателігін тауып көрсек, мына сандан осыны айтамыз. Яғни 12.756.000-дан 1,13 көбейту 10-ның 7 дәрежесін айтамыз. Бізде шығатын сан 2,144 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Ал енді біз салыстырмалы қателікті тауып көрсек, ал бойынша А минус А сызық бөлінген А сызықтың модулі. Ал енді бізде мына жерде 244 шықты. 244 мың. Бөлеміз оның стандарт түріне, жуықтаған түріне 1,13 көбейту 10-ның 7 дәрежесі. Бұл кезде бізде жуықтап алған кезде 1,188 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Немесе 0,0188 десек болады. Яғни бұл бізде салыстырмалы қателік. Егер де оны пайызға келтіретін болсақ, ондай болса біз 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады, ол 1,188 пайызын құрайды екен.
Және біз осылайша абсолют және салыстырмалы қателікті таптық. Бірнеше мысалдар қарастырып көрейік. Бірінші мысалымыз бірде 1,122 көбейту 10-ның 6 дәрежесі қосылған 3,179 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Бізде оның дәреже бірдей, яғни 10-ның 6 дәрежесін біз ортақ көбейткіш ретінде жақын сыртқа шығарсақ болады. Осының ішінде 1,22 қосылған 3,79. Екеуін қоссамыз, 3-ке 1-ді қоссақ 4, 22-ге 79-ды қосатын болсақ 101. Яғни 5,101 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Келесі бізде азайту 4,12 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі азайтылған 2,15 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі. Қайтадан 10-ның -3 дәрежесін жазамыз. Осының ішінде 4,12 азайтылған 2,15 қалады. Бұл бізге 1,7-ні береді, 1,12 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі. Ал енді соңғы өрнегіміз 1,127 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі қосылған 8,23 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. Байқап тұрғандарыңызда нақты 10-ның 5 дәрежесі, ал мұнда 10-ның 4 дәрежесі. Бұл жерде не істейміз? Қайтадан мына 5 дәрежені 4-ке келтірейік. Яғни егер де біз 4-те 5 келтіретін болса, ондай болса, бізде есеп қиын кетеді. Ал енді 5-ті 4-ке келтіру үшін біз оны 12,7 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деп жазсақ болады. Ананы өзін өзгеріс жазамыз. Бізде 14 дәрежесі шығып кетеді. Шыда 12 жетті. Қосылған 823 қалады. Ал енді біз мынаны өрнектесек болды. 12 8 қоссақ 20, 0,7-ге 0,23 қоссақ 0,93. Яғни есептің жауабы бізде 20,193 және сыртындағысы дәреженің 10-ның 4 дәрежесі. Жауабы осылай. Тағы да бір есеп. Бізге мынандай 4,127, 17,1032, 9,10,723 деген 3 сан берілген. Ал енді біз оны 0,1-ге дейін дөңгелектеп, оның абсолют қателігін анықтауымыз керек. Ал енді дөңгелектеп бассақ, 4,127-ні біз бұлай жазуымыз керек. 0-ден кейін 4 тұратындай етіп. 0,427 бұл бізді 0,143-ге тең. Неге десеңіздер, қарап тұрсаңыздар, 4-ден кейін бізде 2-ден кейін 7 тұр. 7 бұл бізде 5-тен үлкен сан. Егер де бізде саннан кейін 5-тен үлкен сан тұрса, біз осыдан кейінгі санны алсақ болады. Яғни 2-ден кейін бізде 3 қой. Соның орнына біз 27-нің орнына 3 деп жазсақ болады. Сонда бізде 0,11-ге дейін дөңгелеткен кезде 0,143 көбейтілген 10 шығады. Ал енді 17,1032-ні дөңгелетсекші. Ондай болса, бізде жаңағыны тура 4-ден кейін 7 тұр, яғни 1-ден кейінгі санды жазсақ болады, 0,12 көбейтілген 100 деп. Ал енді келесі бізде 9,753. Бұны жазу үшін біз жайғана 0,197 көбейтілген 10 деп жазсақ болады. Ал енді бізге абсолют қателікті табу керек. Абсолют қателіктің анықтамасы бойынша біз оның нақты мәнінен осы жуықтап алған мәнді азайтамыз. Мұнадан бастайық 4,127 минус 0,43 көбейтілген 10. Қалай есептейміз десеңіздер, біз мұнаны жаңағы 10 көбейтіп тұрғандықтан үтірді бір орын артқа жылжытсақ болады. Сонда бізде өрнек бойынша 4,127 азайтылған 4,13. Және модуль бар сыртында есептесек 0,103 деген сан шығады. Және де бұл оның абсолют қателігі. Қалған екі санның абсолют қателігі тура осылай шығады. Ал енді оны абсолют қателігі мен салыстырмалы қателігін өздеріңіз тауып көріңіздер. Осымен біздің сабағымызда өз мәресіне жетті. Соңғы дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.